Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар, ата-аналар және оқушылар. Мен Қарағанды қаласы нөмірі 1 білім инновация лицейінің 7-ші сынып оқушысы Шаймерден Фелдардың анасы Шұғыла Жарғызым. Абай атамыздың 175 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған Абай қара сөздерінің мағынасын түсіндіру челленджін жалғастыра отырып, осы челленджді сыныбымыздың өзге де ата-аналарына жолдаймын. 3-ші қара сөз. Абайдың 3-ші қара сөзі қазақтың бірінің біріне қаскүнем болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспейтінін, шын сөзі аз болатынын, қызметке таласқыш болатынын, өздерінің жалқау болатынының себебіне деген сұрақтардан басталады. Және бұл сұрақтарға жауап берерде ұлы ақын былай дейді: әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз қорқақ, мақтаншақ келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ, ақылсыз, надан келеді. Әрбір ақылсыз, надан, арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады деп бір қайратыда билік туралы әңгіме қозғайды. Қазақтың болыстыққа таласуын суреттейді. Болыс болсам деп жанжалдасып, партияласып, әбден халықтың мазасын кетіретін пысықтарды көргенде Абай бұрынғы Қасым ханның қасқа жолын, Есім ханның ескі жолын, Әз Тәукенің жеті жарғысын білмек керек дейді. Және бұл заңдарды бүгінгі өмірге келетінін алып, жарамсызын теріске шығарса да жақсы болар еді деп армандайды. Және осыларды іске асыратын кісілердің жоқтығына қынжылады. Ғұлама өзінің 3-ші қара сөзінде: бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты, би екеу болса, дау төртеу болады деп. Оның мәнісі тақ болмаса жұп билер таласы, дау көбейте береді дегенмен дұрыс айтылған сөз. Өйтіп би көбейткенше әрбір болыс елден болымды, білімді 3-ақ кісі билікке жыл кесілмей сайланса, олар түссе, жаманшылға әскере білінбегендіктен түссе, әйтпесе түспесе, ол билерге даугер адамдар қарамай, екеуі екі кісіні билікке таңдап алып, үстіне біреуді делдалға салып алып, біте берсе, егер оған да ынтымақтаса алмаса, бұрынғы 3 бидің біреуін алып, яки жеребемен сайлап алып жүгінсе, сонда дау ұзамай бітім болар еді дейді. Ақын ережедегі дауды шешетін билер саны әр тараптан 3-тен артық болмаса деп көрсетеді. Билер көбейсе, дау ғайып қана қоймай, пара алушылық қоса қаулайтынын көрсетеді. Ол заманда орыс әкімдері үшін қазақтардың болыстыққа таласуы, мінездерінің ұсақталып, азып, тозып, шапқылап келіп, бір-біріне жала жауып, пара беруі өте пайдалы іс болатын. Осы халді Абай 3-ші қара сөзінде нақтылап көрсетіп қағазға түсірген.